Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сынып қазақ тілінен 66-ші сабақты өтеміз. Әлім білмеген әлек тақырыбы. Бірінші тапсырмада өгіз бен бақа мысалын түсініп оқыңдар. Иллюстрацияға қарап, өгіз бен бақаның түр тұлғасын мен дене көлемін салыстырыңдар. Өгіз бен бақа. Бір өгіз Айтын шалқыр көлге келді. Жағалап суаты бар жерге келді. Шілденің саржатамыз ыстық кезі, бек қатты, қаны қашып шөлдеп еді. Су ішіп көлдің шықтың жағасына, мал еді көз толатын қарасына. Артынша бір көл бақа күншіл екен, сол көлдің бақасының арасында. Өгізді суға тойған бақа көрді, секіріп көршісіне жетіп келді. Боламын мен де сонау өгіздей деп, жел тартып, ісіп кеуіп қарнын керді. Сұрады жолдасынан, толдым ба деп, өгіздей анау тұрған болдым ба деп. Өгіз бен екеуіне қарап тұрып, жолдасы жауап берді сонда бүй деп. Өгіздей болу саған қайда шырақ, араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ. Онымен бірдей болып тұлмақ түгіл, қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ. Қарашы енді қандай болдым деді. Міне мен жаңа әбден толдым деді. Жолдасы тағы қарап денесіне, қалпында қараң менен формың деді. Дүниеде мұнан күншіл кемдік бақа, зорланды қарнын керіп енді бақа. Шыдамай жұқа қарын керуіне, жарылып сол арада өлді бақа. Күнәсі күндегіннің жаман қатты, күндеме біреуге Алла берген бақты. Өгізді күндеп сондай боламын деп, көл бақа онан қанша пайда тапты. Әуелде Құдай өлшеп берген дене, қаншама зорланғанмен артылмапты. Нақыл сөз, әлім білмеген әлек деген, осындай әуре болған жаннан қапты деп тұр. Бұл Ахмет Байтұрсынұлының өлеңі екен. Енді мысалда қандай ғибрат айтылғанын айқындап өзара ой бөлісіңдер. Екінші сұрақта даңғойлық пен мақтаншақтық игі іске апармайтынын түсіндіріп сұхбат құраңдар. Бірінші мысалдағы ғибрат, бұл мысалда қызғаныш пен мақтаншақтықтың жаман екені айтылған, әр адам өз шамасын білуі керек. Сұхбат құрамыз енді. Меніңше мақтаншақтық адамға пайда әкелмейді. Я, дұрыс айтасың, мақтаншақ адамды ешкім жақсы көрмейді. Ал дандайсу адамды қателікке ұрындырады. Дәл солай, сондықтан адам қарапайым болғаны дұрыс деп кішігірім сұхбат жүргізсек болады. Енді бұл жерде бізде ереже көрсетілген, яғни бөлшектік сан есім. Бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрде қолданылады. Жай бөлшекте сан есімнің бөлімі шығыс я ілік септікте, алымы тәуелдік тұлғада жұмсалады. Кейде тәуелдік жалғауы түсіріліп те айтылады. Мысалы, 2-ден 1, 100-дің 2-сі, тағы басқалар. Ал ондық бөлшектер 2,5, 2,100-ден 5 түрінде беріледі. Сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімдерге жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесіп келуі арқылы да жасалады. Мысалы, 5 жарым, 3 ширек, 10-ның жартысы деген сияқты. Келесі тапсырманы қарайық енді. Бөлшектік сан есімдерді қолдана отырып, өгіз бен бақаны салыстырыңдар. Өлшемдері әр түрлі нысандарды салыстыру арқылы бөлшектік сан есімге бірнеше мысал келтіріңдер деп тұр. Бақаның денесі өгіздің жартысындай да емес, жартысындай да. Бақа өгіздің 4-тен 1-дей ғана. Өгіз бақадан 10 есе үлкен. Ал бақа оның аз ғана бөлігі. Бақаның күші өгіздің 100-ден 1-дей ғана. Бақаның күші өгіздің 100-ден 1-дей ғана. Яғни 100-ден 1 деген қолданылып тұр.
Келесі тапсырмада оқылым мәтінінен тірек сөздерді анықтаңдар, оларды сан есімдермен тіркестіріп сөйлемдер құраңдар. Енді бұл жерде тірек сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдер. Тірек сөздер өгіз, бақа, көл, жолдас, көлбақа. Сөз тіркестері өгіз болатын болса, бір өгіз, бақа, екі бақа, үш көл, төрт жолдас, бес көлбақа деген сияқты жазсақ болады сөз тіркестеріне. Енді сөйлемдерді құраймыз. Үлгі ретінде көрсетілген бір өгіз, яғни бір өгіз айдын шалқар көлге келді. Келесі екі бақа көлдің жағасында отырды. Үш көлдің жанында бақалар өмір сүрді. Төрт жолдас бақаның қасында тұрды. Бес көлбақа суда секіріп жүрді. Енді келесі тапсырмада әлін білмеген әлек мәтелінің мағынасын түсіндіріп, осы тақырыппен байланыстырып шағын эссе жазыңдар. Мәтелдің мағынасы әлін білмеген әлек деген сөз адамның өз шамасын білмей, орынсыз әрекет жасауын білдіреді. Енді шағын эссе түрінде жазамыз. Әр адам өз шамасын білуі керек. Егер адам өз күшін дұрыс бағаламаса, қиындыққа ұшырауы мүмкін. Өгіз бен бақа мысалында бақа өгіздей болғысы келіп өзін зорлайды, бірақ ол өгіздей бола алмайды. Бұл бізге қызғаныш пен мақтаншақтықтың жаман екенін көрсетеді. Сондықтан адам әрқашан өз мүмкіндігін біліп, қарапайым болуы керек. Енді келесі тапсырмада мақтаншақтық пен даңғойлықтың зияны туралы қанатты сөздерді жинақтап, мағынасын түсіндіріңдер. Мақтаншақтықтың сөзі көп, ісі аз. Данагөй болма, дана бол. Әлін білмеген әлек. Мақтанған мақтанғанша, істеген істегенше. Енді мақтаншақтықтың сөзі көп, ісі аз дегеніміз мағынасы мақтаншақ адам көп сөйлейді, бірақ ісімен дәлелдей алмайды. Ал данагөй болма, дана бол дегеніміз өзіңді ақылды көрсеткеннен гөрі шын мәнінде білімді болған дұрыс, дана болған дұрыс. Әлін білмеген әлек дегеніміз өз шамасын білмеген адам қиындыққа ұшырайды. Келесі мақтанған адам мақтанғанша, істеген істегенше, яғни мақтанғаннан гөрі ісімен дәлелдеген дұрыс деген мағынада айтылған. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға немесе астындағы комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.